Шынайы мұсылман, мен пайғамбарымыз айтқан ғой, ең қайырлы адам, ол адамдарға пайдасы ең көп тиетін адам. Мұсылман адам материалды емес игіліктерді ұсыну керек. Өзінің отбасысына, өзінің қоғамына, еліне, жалпы адамзатқа игілік ұсыну керек. Благо дейді орысша. Көрдіңіз бе? Міне осымен өлшену керек. Бізде көкейде тырнақты қалай аламыз, қандай тәртіппен аламыз деп 2 сағат уағыз айтатын біздің тұлғаларымыз бар. Тырнақ гигиена ол керек, бірақ приоритетті да ұмытпау керекпіз да. Сол үшін бұл жерде біз қоғамға не ұсынып жатырмыз? Жалпы ислам әлемі, ислам үмметі қазіргі таңда адамзатқа қандай игіліктерді ұсынып жатыр? Бұрын біз отбасы деген құндылық бізде мықты еді. Басқа өркениеттерде құлдырап қалған еді. Отбасы деген құндылық. Қазір бізде де бұл құлдырап жатыр. Қазір біз оны материалды емес игілік ретінде уже ұсына алмаймыз. Бұл біздікі деп айта алмаймыз. Себебі ең көп ажырасу қазіргі таңда Мальдивы секілді кейбір мұсылман елдерінде болып жатыр. Көрдіңіз бе? Бұрын осындай бір игілігіміз бар еді. Қазір өкінішке қарай ұсынылатын игіліктеріміз көп емес. Сол үшін кез келген мұсылман басқа адамдарға пайдалы болу керек, игіліктерді ұсыну керек, материалды немесе материалды емес. Ол игілік ретінде кітап жазып шығару мүмкін, жақсы бір мақала жариялау мүмкін, немесе завод салу мүмкін, немесе фабрикасы. Әйтеуір адамзатқа бір пайдалы, игілікті, салиқалы, жақсы іс, жақсы бір игілік ұсыну керек деп есептеймін. Мұсылмандық негізінде Мысырдың өте жақсы бір ғалымы бар, Мұхаммед әл-Ғазали. Ол кісі айтады, сауап тұрғысынан фабрикаларды салу мешіт салудан кем емес.